Абай Құнанбаев қара сөздері 29-30 қара сөзі. Менің каналыма тіркеліп жазыла кетіңіздер. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі, жарлы болсаң арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жалын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қаржанады, сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпенен өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атан болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып мінбей түспей арып, шөмеңдеп диуанылықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Ата-анадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті дейді. Ата-анасына мал тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Ата-ана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, атында балаларыма қалсын дейді. Ол ата-ананы малға сатқан соң Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Менің каналыма жазылып, маған қолдау білдіріп кетіңіздер. 30 сөзі 1895 жыл. Қырғын мінсе қыр артылмайтұғын, осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар, есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой тәңір-ай, қойшы әрі, кім артық дейсің? Кімнің баласы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазынама ас салып беріп жүрме? Мен онан сауын сауып отырмын ба деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Ой, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма? Деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңір деген ғана көрсетеді-ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратымен-ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты өзі сөзімен айдандырамын деп, мына кәпірден кісі шошитұғын екен, дегізіп айдандырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай Құдай-ай, жанға мырзалық қылатұғын ердің жадағайда ақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы әр түрлі белгілі бойынша тұрмас па еді? Ұялмас бетке талмас жақ береді деп көп былжыраған арсыз ұятсыздың бірі дағы.